Бәріне сәлем, менің есімім Ұлпан және де бұл менің алғашқы влогым. Дәл қазір мен жүктіліктің 36-шы аптасындамын. Влог жүргізудегі мақсат не және жалпы неге осы влогқа келдім, сол туралы айтайын. Ең бірінші мақсат бұл қазақ тілін насихаттау және де қазақ тілінде заманауи контент түсіруге болатынын дәлелдегім келеді. Ең бастысы ол сөйлеуде тіл тазалығын сақтау, яғни орысша сөздер араластырмауға тырысу және де мүмкіндігінше сауатты сөйлеу. Жалпы осыдан бірнеше жыл бұрын мен Павлодар облысында бір қонақта болдым. Сол кезде осындай бір әңгімеге тап болып қалдым. Сол жерде бір ер баламен сөзге келісіп қалдық. Ол мазақ қылып бір қазақша сөйлейтін жігіт туралы айтып жатты. Яғни бұл менің намысыма қатты тиіп кетті. Ол жігітке өз тарапымнан, яғни менікі де дұрыс емес шығар дейсің. Оның маған айтқан жауабы, яғни я современный казах, поэтому я разговариваю на русском деді. Ойыма сол кезде ғана келді. Яғни көбісі ойлайды, егер қазақша сөйлесе адам, яғни ол заманауи емес. Негізі шыны керек, жүктің 36-шы аптасында сөйлеу қиын, өкпеде ауа жетпей қала береді. Бірақ мен тырысатын боламын. Ютубта бір жақсысы өз ойынды ұзақ, толық жеткізе аласың. Және де менің ойымша, ютубтағы көрермендер өзіне ұнамайтын адамға сонша уақытын бөлмейді. Яғни бұл жерде хейт болмайды деген ойдамын. Егер сізге адам симпатия туғызса ғана сіз уақытыңызды бөліп влогын қарайтын боласыз. А егер сізге ол адам ұнамаса, әрине оған уақыт кетірудің қажеті қанша. Мұнда көбінесе сондай әңгімеге жақын, қатар ойлары бар адамдар, жалпы сондай адамдар ғана кіреді деген үміттемін. Сол мен түнгі сағат 2 қателеспесем, қазір менің жұбайымның әкесінің қайтыс болғанына 10 жыл, яғни қайынатам қайтыс болғанына 10 жыл. Соған видеоға текст жазу керек. Қазір отырып алып сол текст жазатын боламын. Негізі дайын видео бар, сондағы текстті енді басқа адамға оқытсақ деп ойлап жатырмыз. Кірсек. Бетін Зерешаның күзгі балы, соған көйлекке мынандай жапырақтар тігіп жатыр. Не бойся. İyi durdu. Ничего страшного. İyi durdu, korkan mı? За забором же он. Ты туда не приближайся, все. Көп жинап қойдың ба? Жетіп қалар. Енді қызылын жинасақ. Енді жапырақ жинауға бегі кетті. Қандай? Ух ты, нормально. Әдемі екен, иә? Тағылайын ба? Тағы да аласың. Әйтеуір жапырақ ұрлап жүрміз қыздарымыз үшін. Ютубқа видеоны жақсы сапада қалай түсіру керектігін білсеңіз, маған жазып жіберсеңіздер өтініш. Бақшадан келді. Республика күніне қарай. Бантик тағып жүргенбіз. Зерешка да келді мектептен. Зерешка қалай болды сабақ? Жақсы. Күннің. Қойш. Не айтып жатыр күнім? Келе салысымен осы тапсырмаларын орындайды. Бірақ бұл тапсырма емес. Жай ғана әжесі алып келген мектептен осындай.
қолын үйретіп жатыр. Сол қыздардың бөлмесі. Кішкене тыныштықта жұмыс істей тұрайын. Кайма реттеген жүретін болды. Көріп тұрғандарыңыздай қызыл күні бойы сіңдіре бергендіктен әрине қайнап кемдік не жатырмын, себебі бүгін мен тамақ істей алмайтын болдым. Үй тазалағандықтан. Сондықтан қайнап кем маған көмектесейін деді. Қазір бірінші енешкамды алып кетеміз. Тек мамамызды алып кету керек болса Ажекаға барамыз. Ажекаға. Ене деген емес, уже мама деп. А так мен мама деп айтамын. Осы адамдар түсінбейді. Негізі рөлі енем ғой десейші. Просто мамам жоқ қой. Адамдарға сосын каждый приходится говорить, что это мама Беки. Ладно, кеттік. Кішкене болсын пайдалы контент түсіру керек шығар. Мындай зат. Қытай тауарларынан тауып алдым. Және сіздерге айтарым, 100% гарантия берем. Иістен айырылуға күшті көмектеседі. Менде ондай мәселе жоқ. Жолдасым қолданды. Түк қалдырмады ғой, күшті. Енді расымен бар ғой, жұмыс істейді екен. Не былай айтылады. Қайдан табуға болатынын енді білмеймін. Мен өзім андай оптовиктардан алам. Мен адам болатын күнім. Шашымды ағызып, есі дұрыс видеолар түсіретін болам. Мен айтайын жүрсің, қалай істерге? Адам болып қалды. Бұл жағдайда бізде күзгі бал. Алғаш рет көлікке отырайын деп жатырмын біздің жаңа көлікке. Қанша жыл тәжірибем бар болса да, ма жаңа көлікті жүргізуге қорқып жүрмін. Қазір көреміз. Сонымен мен Бексұлтанды жұмысына әкеп тастадым. Сонымен мен аман есен жеттім. Қазір кішкене макияж жасап жіберейін. Мына түрмен бармаймын енді, Құдай сақтасын, ойлайтын шығармақсың неге болған деп. Сосын жағдайды алып бірге қайтамыз. Қазір мен сіздерге көліктің ішіндегі бір нәрсені көрсетейін, бәлкім пайдалы болып қалар. Мына көлікте мынандай нәрсе өте күшті көрінеді. Маған қатты ұнады. Мен оны бірінші рет жаңағы сіңлімнен көрдім. Иіс шығаратын нәрсе екен. Қазір іште менде сұйықтығы бар. Мынаған құясыз, жұмсақ бір нәрсе. Міне, мына жерге сұйықтық құясыздар. Сосын былай орнатып қоямыз. Такс. Ал енді орнаттыш. Неше сайрап жатырмын. Вот міне, отырды. Міне сондай күшті көрінеді. Маған қатты ұнайды осы нәрсе. Бұны қарап алдым да, осында барахолкадан ала салдық. Ну что ж, ребята, скажите... В общем, вот. Судан әкесінің ескі алуасына мынандай заттар алдық. Көрсетем не алғанымызды. Осы пакеттерге салу керек. Арнайы пакеттерде алдық. Ой, мама қайда? Не, маманың қолында пакеттер. Үйге барып жейміз, аха. Манго ғой. Сережка жегісі келіп жүрген. Үйде қалып қойғаны пакеттің түрі содан нашар болып тұр. Мынандай зат қазір көрсетейін. Нан салғыш. Кейбіреулеріне фруктовница болды. Екеуі осы айтараттық бәріне. Мен бүгін сіздерге Қытай косметикасының кейбір заттарын көрсетемін. Мына умывалка бар болғаны бір 10,5 теңге тұратын шығар, көп болса білмеймін. Бірақ енді тазалағанда сөз жоқ. Негізі мен қанша жылдар бойы кәріс косметикасын қолданып жүрмін. Бір кездері менде бабыр болды. Бабырда да бұндай дәл осындай эффект береді десем де болады. Мысалы, білмеймін енді. Бәлкім ұзақ уақыт пайдаланғаннан бабырдан басқаша болар ма еді, иә, мысалы бет терісі. Бірақ
тазалық жағынан нақты міне тазалау дәл осы сәтте мына умывалка дәл сондай эффект береді басқалар сияқты. Доктор Алте қалай айтылады, шығатын шығар, кәріс бренді, ол да былай салыстырмалы түрде қымбатырақ тұрады, бірақ дәл осындай эффект. Жуатын силиконы бар басында, бар болғаны 2 рет басу керек, одан артық баспаңыздар, өйткені қатты көп рет. Бір рет мына жақ бетке басам, мына жақ бетке бір басам, болды, енді осыны жеткізу керек бүкіл жерге. Өте күшті тазалайды. Умывашканың қымбат алудың қажеті жоқ деп есептеймін, өйткені бұл расходник, бұл өте көп қолданылады. Бетте тұрса екен жарайды. Сыворотка, крем дегендерді қымбат алсаңыз жарайды. Бетке жағасыз, сосын қалдырасыз солай, ол күні бойы әсер ету керек. Оның бір қызметтері бар. Ал мынау умывашка деген жуды, шайып тастадым, оны не істеп білу керек? Киноэффектпен түсіріп жатырмын, анығырақ көрінсін деп. Қалай сіздерге? Назарларыңызға үлкен рахмет. Менің инстаграм парақшама тіркеліңіздер, ютуб каналыма тіркеліңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.